Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң оқушылар. Қазіргі болатын сабағымыз қазақ тілі сабағы. Оқушылар, оқулығымыздың 26 және 27 бетін ашып дайындала қойық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мәтін және оның түрлері. Алдымен дәптерге күннің жадын жазамыз. Бүгін қыркүйектің 18-і, сынып жұмысы. Күннің жадын жазып болған болсаңдар, келесі кезекті тапсырмаларға береміз. Оқушылар, 26 бетке назар аударамыз. 41 жаттығу. Ағаш ек. Оқушылар, осы мәтінді 2-3 рет түсініп оқимыз. Оқып болғаннан соң сұрақтарға жауап береміз. Бұл мәтін не туралы айтылған екен? Оқушылар, мәтінге не себепті ағаш ек деп тақырып қойыпты? Мәтін ішіндегі бабаларымыздың өсиет сөзін дәптерге жазып ала қойыңдар. Бабаларымыздың өсиет сөзі: өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек. Осы сөзді әдемілеп, ұқыпты түрде дәптерге жазамыз. Оқушылар, 41 жаттығуды орындап болған болсаңдар, келесі тапсырма 44 жаттығу. Өлең құрастырып жаз. Оқушылар, бұл өлеңнің сөзі шашыраңқы түрде берілген. Бірінші жолын: елім менің жерге бай. Келесі сөзді өздерің құрастырып жаза қойыңдар. Оқушылар, өздерінен кері байланыс күтемін. Қазақ тілі сабағы аяқталды. Сау болыңдар.